Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 51-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша бөлу. Яғни бүгінгі сабақта тағы да бөлу амалдарын орындайды екенбіз. Бірінші тапсырма: Алтынсарин атындағы марапат қай жылы бекітілген анықта. Ыбырай Алтынсарин қазақтың ағартушы педагогі, жазушы, фольклоршы, қоғам қайраткері, этнограф, ғалым. Оның құрметіне тағайындалған Ыбырай Алтынсарин төсбелгісімен еліміздің үздік педагогтері марапатталады. Яғни біз мына есептің арасынан қай жылдан бастап берілетінін анықтайды екенбіз. Ол үшін бірінші 6636-ны 42-ге бөлеміз. 158 шығады. Екінші 18011-ді 83-ге бөлеміз. 217 шығады. Яғни осы барлық шыққан санды бір-бірімен қосамыз. Сол кезде 2007 шығады екен. Яғни Ыбырай Алтынсарин атындағы марапат 2007 жылдан бастап беріліп келе жатыр екен. Келесі тапсырма: есептеулерге қара, бірінші толымсыз бөлінгішті анықта. Бөлу мен оны тексерудің қалай орындалғанын түсіндір. Толымсыз бөлінгіш деген, яғни қалдықпен бөлу деген сөз. 4569-ды 23-ге бөлсек, 198 және 15 қалдық шығады екен. Оны тексеру үшін осы шыққан санды бөлімдеге көбейтеміз және сол көбейтіндіден шыққан санға қалдығымызды қосады екенбіз. 15 қалдығымызды қосады екенбіз. Сол кезде біздің толық шартымыз шығады екен. Қалдықпен бөлуді орында және тексер. Бұл жерде барлық есеп көрсетілген, соны мұқият дәптерімізге жазамыз және тексерген кезде мына шыққан санды мына санға көбейтеміз 22-ге. Және содан көбейтіндіден шыққан санға 7 қалдықты қосамыз. Сол кезде біздің толық амалымыз орындалады. Яғни 384545 санымыз шығады екен. Бұл жерде де 36306-ға 25-ті көбейтеміз. Одан шыққан санға 4 қалдықты қосамыз. Сол кезде біздің мына санымыз шығады екен. Мына тапсырмаларды солай орындаймыз. Өте қарапайым, оңай түсіндірілген. Дәптерімізге мұқият жазып аламыз. Келесі: есептеп дұрыстығын тексер. 68120-ны 65-ге бөлеміз. 1040 шығады екен. 770110-ды 22-ге бөлеміз. 3505 шығады екен. 302520-ны 12-ге бөлеміз. 25210 шығады екен. Осыны дәптерімізге мұқият жазып аламыз. Төртінші тапсырма: бөлінгішті қалай табуға болатынын түсіндір, есепте және тексер. Бұл жерде біздің белгісіз санымыздың орнына x қойып жазады екенбіз. X қойып теңдеу арқылы шығарамыз. Сол кезде біздің толық амалдарымыз орындалады. Яғни толық көрсетілген есебі. Яғни біз кәдімгі теңдеу құрамызда қалдық санды осыған қосып отырады екенбіз. Және осыдан шыққан санды 32-ге бөлсек, біздің қалдығымызбен шығады екен. Түсінікті ме балалар? Қалдық санды қосып отырамыз теңдеудің соңынан. Қалдық санды қосып отырамыз. Сол кезде біздің теңдеу сияқты есебіміз әдемі болып шығады. Бесінші тапсырма: тарихи орындарға бару үшін әрқайсысы 12 оқушыдан тұратын 21 топ жолға шығуға дайындалды. Оларға жолға шығу үшін әрқайсысында 14 орындығы бар шағын автобустар бөлінді. Оқушыларға барлығы қанша шағын автобус қажет болды? Яғни 21 топ 12 оқушыдан 14 орыннан енді 12-ні 21-ге көбейтеміз және одан шыққан санды 14-ге бөлеміз. Сол кезде бізге қажетті автобус саны шығады екен. Тапсырмасы:
Автобус аялдамаға дейін 68 км/сағат жылдамдықпен бірнеше сағат жүрді. Қалған жолды ол 65 км/сағат жылдамдықпен 4 сағатта жүріп өтті. Барлық жүрген жолы 464 км болды. Жолдың бірінші бөлігін автобус қанша сағатта жүріп өтті? Бізде мына жерде барлық амалдар көрсетілген, және біздің соңғы шартымыз 3 сағат жүріп өткен екен. Соңғы есебіміз. Түсінікті деп ойлаймын. Дәптерлеріңе мұқият жазып алыңыздар. 6-шы тапсырма. 6-шы тапсырмада біз бірінші шартын құрамыз. Шартын құрғаннан кейін барып есебіне көшеміз. Бізде бұл жерге 2 адамға берілген билет, және осы бәрін есептей келе, 5 күндік тамақтану бәрін есептей келе, біз стандарт бөлмеге таңдау жасайды екенбіз. Карточкадағы сумамыз стандарт бөлмеге жетеді екен. Дәптерімізге мұқият жазып аламыз, түсініп қарап отырып. 7-ші тапсырма. Мектеп театрының оқушыларына көйлек тігуге 5 метр мата, ал белдемше тігуге 3 метр мата қажет. 12 көйлек тігілді. Белдемшеге қарағанда көйлек 2 есе артық тігілді. Көйлек пен белдемшеге барлығы қанша метр мата жұмсалды? Бізде мына жерде толық нұсқасы көрсетілген. Яғни бізге белдемше мен көйлек тігуге барлығы 78 метр мата қажет екен. 8-ші тапсырма. Қораптарда бір қызыл шардан бар, ал қалғаны көк шарлар. Бірінші қорапта 15 шар, екінші қорапта 120 шар, үшінші қорапта 200 шар бар. Қорапқа қарамай бір қызыл шарды алу мүмкіндігі артығырақ болу үшін шарды қай қораптан алу керек? Енді бір қызыл шарды алу мүмкіндігі қай қораптан табылады? Бізде екінші қорапта 120 шар, үшінші қорапта 200 шар. Бұл дегеніміз өте көп. Бұның ішінен бір қызыл шарды табу қиынырақ. Сол үшін біз бірінші қорапты таңдайды екенбіз. Яғни 15 көк шардың ішінен бір қызыл шарды табу бізге оңайырақ екен. Өрнектің мәнін тап, және бұл жерде бірінші жақшаның үшін орындаймыз. Бұның теңі бірінші жақшаның үшін орындаймыз. Одан қалған санды 40-қа бөлеміз. Үшінші оған көбейтеміз. Осы жолмен есептейміз, балалар. Сол кезде 10.400 шығады екен. Мына жерде де сондай бірінші жақшаның үшін орындаймыз. Екінші көбейтеміз соған. 20.720 шығады екен. Үшінші есептің теңі 17.939 шығады екен. Бүгінгі сабақ аяқталды. Каналға тіркеліп қойыңыз. Сау болыңыздар.